Саламатсыздар жігіттер, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып Meridian Health компаниясының кезекті өнімі сквален жайлы болады. Оны құрамын айтамыз, қай кезде қалай қолданамыз және оған қандай қарсы көрсеткіштер бар. Бүгінгі біздің тақырып осы. Сонымен сквален дегеніміз не? Сквален дегеніміз бұл табиғи өнім. Бұл кәдімгі акуланың бауырынан алынған май. Бұны 1916 жылы мына Жапонияның бір ғалымы бөліп алған бауырдан осы майды, соны жаңа сквален деп атап кеткен. Жалпы сквалус деген сөз бұл акула деген сөз. Сондықтан бұл акуладан алған екен, бұл өнімді сквален деп кеткен. Сонымен бұл кәдімгі май, мөлдір, ешқандай иіссіз және түсі жоқ мөлдір май болып табылады. Организмге қандай әсері бар? Бұл жалпы организмге өте бір оң әсері бар, сондай бір жақсы зат болып табылады. Біріншіден бұл үлкен жақсы антиоксидант, мықты антиоксидант болып табылады. Антиоксидант дегеніміз не? Оны бірнеше рет мен айттым. Антиоксидант дегеніміз организмде жалпы бір екі түрлі жағдайда болады да, молекулалардың бірі белсенді, біреу белсенді емес, бейтарап жағдайда болады. Белсенді жаңағы молекулалардың бір электрондары болады, бос. Ал жалпы бұл табиғатта организмде бос электрондар болмау керек. Бос электрондар, жаңағы бір қолы бос электрон үнемі бір химиялық реакцияға түсуге тырысады. Сондықтан организмде жасы бос радикалдар көбейіп кеткен кезде организмде әртүрлі химиялық реакциялар жүре бастайды. Ол барлық кезде организмге пайдалы емес. Сол химиялық реакциялардың кезде энергия пайда болады. Сол энергиялы клеткаларды, ткандарды жалпы адамның ағзасын зақымдайды. Бұл клеткалардың жаңа ерте қартаюына, болмаса өзінің жұмысын жаңағы нашар істеуіне алып келеді. Сондықтан свободный радикал көбейіп кеткен кезде адамның организмі тез қартая бастайды. Соған қарсы бізде жаңа свободный антиоксиданттар деген бар. Осы сквален антиоксидант болып табылады. Ол жаңағы бос радикалдармен химиялық реакцияға түсіп, олардың жаңағы былайша айтқанда бос электрондармен бірге байланысқа түседі. Ол бейтарап және нейтральный жағдайға ауыстырады. Сондықтан антиоксиданттар көп кезде адамның организмінде жаңа қартаю процесі, ткандардың зақымдалуы кішкене азаяды. Сондықтан сквален бұл мықты антиоксидант болып табылады. Бұл жаңа шаштың, тырнақтың, терінің тез қартаю, ішкі органдардың тез қартаймауына, зақымдалмауына алып келеді. Сонымен қатар сквален мына мидың полосатое тело деген бір мидың бір бөлігі болады. Соны сквален сондай бос радикалдардан қорғайды деп есептейді. Осындай бір үлкен бір жақсы әсері бар скваленнің. Тағы да бір қасиеті ГМК, кофермент А редуктаза деген фермент болады. Бұл жаңағы рак клеткаларының көбеюіне, олардың өсуіне әсер ететін фермент. Осы сквален сол жаңағы ферментті басады. Бұл былайша айтқанда рак клеткаларының тез көбеюіне, олардың өсуінің байлаулауына алып келеді. Сондықтан скваленді бұл ракқа қарсы клеткалармен, таблеткалармен бірге қосып ішуге болады. Бұл жаңағы ракқа қарсы клеткалардың әсерін кішкене азайтады деп айтады. Сонымен қатар сквален бұл коллагеннің синтезіне қатысады. Коллагенді білесіздер, бұл организмде кездесетін 30% белоктың, бүкіл белоктардың 30% құрайтын сондай көп кездесетін белоктың бір түрі. Бұл жаңа шаштың, тырнақтың, терінің және ішкі органдардың негізгі құрылыс материалы болып табылады. Сондықтан коллаген организмде 25 жасқа дейін өзі синтезделеді, бірақ 25-тен кейін бұның синтезі азая бастайды. Сондықтан азайғаннан кейін бізде мына шаштың, тырнақтың, терінің, буынның жұмыстары нашарлай бастайды. Ол жаңа буындың сытырлауы, жаңа шеміршектердің, буындардың серпімділігінің азаюы, бетке әжім түсу, шаштың, тырнақтың түсуі сияқты осындай жағдайларға алып келеді коллагеннің азаюы. Сондықтан коллагенді біз негізі сырттан қабылдауымыз керек 25 жастан асқаннан кейін, немесе жаңағы коллагеннің жұмысын жақсартатын витаминдер, сонымен жаңағы болмаса биологиялық белсенді зат сырттан қабылдауымыз керек. Сквален сол жаңағы коллагеннің синтезіне қатысады. Сонымен қатар сквален бұл холестерин, сонымен қатар тестостерон және эстроген деген гормондар бар. Солардың зашары немесе предшественник дейді. Соның алдында пайда болатын зат. Бұл жаңағы тестостерон мен холестериндердің гормондардың синтезіне былайша айтқанда қатысады. Сондықтан бұл да өте организмге пайдалы бір зат болып табылады. Сонымен қатар сквален май алмасуына қатысады. Көбінесе мынау бауырда жировой гепатоз деген бар, бауырды май басып қалады. Бұл жаңа бір вирустық инфекциялық аурулардан кейінгі жағдайда болады. Болмаса адам дұрыс тамақ ішпеген кезде былайша айтқанда бауырды май басып қалады. Осы жағдайда жировой гепатозда
скваленді қабылдауға болады деп айтады. Өйткені бұл сквален жаңағы бауырдағы майдың кетуіне мүмкіндік береді. Бұл тағы да бір жағдай, бұл холестериннің синтезіне қатысады деп айтады. Холестериннің синтезіне, бірақ бұл липопротеид низкий плотности және высокий плотности деп екіге бөлінеді. Холестерин білесіздер, белокпен байланысқан кезде соның ішінде пайдалысы липопротеид высокий плотности деген бар. Соның синтезіне қатысады, соның көлемін ұлғайтады деп есептейді, бірақ бұл толық әлі дәлелденбеген. Бірақ негізі сондай бір түсінік бар. Сол жаңағы холестеринге оң әсер етеді деген. Сонымен қатар скваленнің тағы бір жақсы қасиеті, бұл мынау терідегі әжімдерді азайтады. Бұл сондай бір зерттеулер жүргізген 40 пен 50-дің арасындағы әйел балдары осы скваленді ішкен кезде мына беттегі әжімнің азайғанын, кейбір жағдайда әжімнің толып кеткенін білінген. Неге? Скваленнің екінші тағы бір аты бар. Бұл оттегі витамині деп аталады. Бұл ішкен кезде біріншіден теріні ылғалдандырады, екіншіден теріні оттегімен қамтамасыз етеді, үшіншіден мына терінің бетінде пленка пайда болады. Бұл пленка сырттағы жаңағы ультрафиолеттен, шаң тозаңнан, сонымен бірге жаңағы әртүрлі химиялық теріге зиян әсер ететін заттардан бұны қорғайды. Сондықтан бұны көбінесе әйел балдары скваленді қабылдайды. Бұл косметикалық жаңағы заттардың құрамында болады сквален, болмаса скваленнің өзін тікелей жаңағы ішке қабылдауға болады. Сквален деген осындай өнім, қысқаша былайша айтқанда осылай түсінікті деп айта алдым деп ойлап отырмын. Бұл былайша айтқанда жаңағы акуланың бауырынан алынатын май, және осындай бірнеше организмді жасартатын, адамның иммунитетін көтеретін, сонымен қатар адамға энергия беретін қасиеті бар зат. Энергия қалай береді? Бізде организмде митохондрия деген клеткаларда бір органелла болады. Ол көбінесе бұлшықеттерде болады. Бұл адамның денесіне энергия беретін, адамның денесінде энергия шығаратын кішкентай электростанциялар. Бұл әр клеткада болады. Сол скваленді ішкен кезде сол митохондриялардың жұмысы жақсарады. Сондықтан адам шаршап жүрген кезде, болмаса бір аурулармен ауырып өткен екен, адамның күш қуаты төмендегенде скваленді ішкен кезде адамда күш қуат пайда болады деп есептелінеді. Осындай бір жақсы өнім иммунитетті көтереді, рак ауруларының жаңағы өсуін алдын алуға, оны емдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар шашты тырнақты теріні әжімдерден, тез қартаюдан қорғайтын бір жақсы өнім болып табылады. 3 таблеткадан күніне 1 рет ішіледі. Ішінде 180 таблетка болады. Бұл бір коробка алатын болсаңыздар, скваленді бұл 2 айға жетеді. Бағасы бірақ бізге салыстырмалы түрде қымбат сияқты. Менің ойымша 115.319 теңге деп жазып қойыпты. Бір айта кететін жағдай, бұл өніммен мен сатпаймын, бұл өніммен мен айналыспаймын. Егер де сіздер бұл өнім сататын болсаңыздар, мынау астында комментарийға өздеріңіздің телефондарыңызды, қалаларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Кейде менен сұрайды, қаяқтан аламыз, қай жерде сатылады деп. Солар сіздермен тікелей хабарласуға мүмкіндіктері болады адамдардың. Бірақ мен өзім қайталап айтайын, бұл өніммен мен айналыспаймын, мен өнімді сатпаймын. Тек қана бұл өнім қарап отырып маған ұнады. Сондықтан бұл өнім жайлы мен қысқаша информация қойғым келді. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар, ұнаса менің каналыма подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар. Бұл жаңағы ютубтың жақсы көретін нәрсесі. Бұны мен лайк басып подписка жасаған сайын бұл информацияны көп адамдар тыңдайды. Сонымен қатар болашақта мынау NL компаниясы және осы Marina Health компаниясының жаңа өнімдері жайлы мен ютуб каналыма ары қарай қоя бастаймын. Біраз болды мен қоймағаныма. Сондықтан егер де сіздерге бұл ұнаса, подписка жасап, лайк басыңыздар. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.